Беттерімізді жылтырататын 100% халал коллаген болған холодецті дайындаймыз. Ол үшін алдымен тұяқтарымызды бір қайнатып аламыз да суыны төгіп тастаймыз. Қазанға жаңадан су салып, тұяқтарымызды 8-9 сағат көлемінде баяу отта қайнататын боламыз. Тұяқтар 3-4 сағат көлемінде қайнағасын барып мен етті қосып қайнататын боламын. Холодецтің көлеміне қарай тұз, дәмдеуіштер және лавр жапырағын қосатын боламыз. Сорпасын көбіктерден тазалап шығатын боламыз. Бұл жерде менде сәбіз пісті, оны езіліп кетпес үшін бір шиткиялы тұрамыз. Холодеціміз дайын болғанда осылай еті мен сүйегі ажыралып түседі. Сол кезде дайын болды пісті дегеніміз. Піскен еттерімізді сүзіп алып, ұсақтап турайтын боламыз. Туралған еттерді қайтадан қазанға салып, бір қайнатып аламын да әсемдеп формаларға құйып шығамын. Формаға құйылған холодецті қаттыру үшін бір түнге холодильникке жіберемін. Мінекей таңғы шайға дейін етімізге ет, жілігімізге жілік болатын, бетімізді жылтырататын нағыз коллаген холодеціміз дайын болды. Нағыз организмге керекті дәрумендердің бірі, дайындап жеп көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Альбина.